Қайырлы күн достар, Жамбыл облысынан міне арнайы Қостанайға ат басын тіредік. Менің қасымда мұражайдың экскурсия жүргізушісі Шынар Сұлтанқызы Досмағамбетова. Шынар Сұлтанқызымен бірге қазір біздің ұлы ағартушы ұстазымыз Ыбырай атамыз жайында танымдық мәліметтерді бірге білетін боламыз. Олай болса, апай, өзіңіз таныстыруды бастасаңыз. Қостанай қаласының дәл орталығында ұлы ағартушы, қоғам қайраткері, этнограф, ғалым, қазақ жазба әдебиетінің негізін салушы Ыбырай Алтынсарин мемориалдық музейі. Бұл музей 1991 жылы ұлы ұстаздың салынған. Енді бұл жерде Ыбырай Алтынсариннің 150 жылдық мерейтойына орай Қостанай облысынан зиялы қауым өкілдері жаңағы Ыбырай ашқан мектепте Қостанай үгіт пойызы, алғашқы қоңырау деп аталатын, және Ыбырай оқыған Орынбордағы мектеп үйіне мемориалдық тақта орнатты. Және осы музейдің ашылуына және осы бүгінгі тәуелсіз елдің, егеменді елдің ең алғашқы негізін салушылардың бірі ұлы ұстаз Ыбырай Алтынсарин. Өйткені осы тәуелсіздікті бәрінен бұрын күткен сол кісі деп ойлаймын. Өйткені мынау қазақтың білімді болып өркениетке жетуіне техникалық мәні бар ғылыми мектептер ашып, осы қазақтың сауатты болуына жаңағы үлес қосқан, алғашқы негіз салған Ыбырай Алтынсарин болған. Және Қостанай қаласының ең сәулетті жерлері көрсетілген. Ыбырайдың ізбасары, педагогикалық салада өзінің өмірінің соңына дейін қызмет жасаған Спандияр Көбеев деген ұстаз бар. Осы Қостанай облысының Керемет тумасы. Сол кісі Ыбырай Алтынсарин өзі жетектеп, өзі ашқан мектепке кіргізген. Сол кісінің мына жерде Спандияр Көбеев атамыздың жазу үстелі, орындығы, радиосы. Бұл кісіге 2023 жылы 145 жас болды. Соған орай бұл жерге арналған көрме тұр. Бұл кісінің кітап сөресі, мүсіні, жаңағы бұл кісінің орындалған арман деген кітап бар, үлгілі тәжірибе деген, үлгілі бала деген. Қостанай облысында 14 аудан бар, 5 қала бар. Сол 14 ауданнан 5 қаладан осы Қазақстанның өркендеуіне үлес қосқан, мәдениет саласынан болсын, өнер саласынан болсын, ғылым, білім, жалпы әлеуметтік тұрғыдан болсын, осы кісілер біздің алғашқы қарлығаштарымыз шыққан. Солардың тізімі тұр. Мысалы, Алтынсарин ауданынан Совет дәуіріндегі Молдағалиев Жайсанбек деген ағайымыз Ыбырай жайында тұңғыш роман жазған. Керемет. Ал енді Ыбырайдың аталары Балғожа би 19 ғасырда патшалық Россия үкіметімен қарым-қатынаста жақсы болған, дипломат кісі болған, жүзбасы болған кісі. Осы жаңбыршұлы Балғожа би жаңағы ұлы Алтынсардан туған Ыбырайды жаңағы Орынбордағы мектепке оқуға береді. Сонымен қатар Кәкімжанова Мәриям апай жаңа айтып өтті, осы музейдің ашылуына келді. Жалпы осы музейдің ашылуына мұрындық болған кісі де сол осы Мәриям апайымыздың бастауымен осы жергілікті жаңағы. Құрметті руханият жанашырлары, қарап отырсаңыздар, мен бұл видеоның барлығын өзіміздің әріптестеріміз, әдебиет, тіл жанашырлары үшін арнайы түсіріп отырмын. Қараңыздаршы, біз көп жағдайда осы елдік мұраны, елді, белгілі бір жерді сөз еткенде ең алдымен сол жақтан шыққан тұлғалар жайында кеңінен тоқталып өтеміз. Қазір бізге апайымыз жақсы мәліметтер беріп айтып кетті. Енді алдағы келесі залдардан тағы жақсы танымдық дүниелерді көретін боламыз. Дала қоңырау деп аталған композиция. Енді композицияның мазмұнына тоқталсақ, өзіңіз көріп тұрсыз, ұлы ұстаздың өркениетке келе жатқан аяқ алысы, оның жанында жас шәкірттер, мынау қолдарында олардың білім кітабы, сөмке, ал енді алып қоңырау. Осы алып қоңырау деп айтатын себебіміз, енді кішкентай ғана қоңыраудың сыңғыры күллі қазақты ұйқыдан оятып, мынау өркениетке жеткізу үшін Ыбырайдың соңынан
тек қана жас жеткіншектер ғана емес, сонымен қатар осылардың ата-аналары да келді. Өйткені мынау киіз үйлерден мынандай үлкен мектептер салып жатқанда барлық халық ыбырайдың соңында болды. ыбырайдың қазақ жеріне келуі үлкен бір құбылыс болды, өзгеріс болды. Өйткені мынау қараңыз өзіңіз, мынандай үйге тұрып, мынандай тастан, ағаштан, кірпіштен салынып жатқан мектепке кіру балалар үшін үлкен ұмтылыс болды. Тек қана балалар емес, сонымен қатар балалардың жаңа айтып өткен ата-аналары да бұл не қылған үлкен зәулім үй. Сондықтан осы зәулім үйді салуға да бірге кірісті, және балаларын осы мектепке оқытып, жаңағы қиын қазақтың ауыр тағдырын жеңілдету үшін осы білім арқылы өркениетке жетуін ұмтылысын халықтың өзі де пайдасы бар екенін біле отырып, ыбырайдың соңында болды. ыбырай алтынсарин атамыз өзі былай дейді: қазақ халқы жақсыға ұмтылатын халық. Бәрі қазақтың жасы да үлкені де менің соңымда дейді. Көрдіңіз бе? Сондықтан қазақ халқы тек қана жаңағы айтады ғой, мынау жақсылыққа ұмтылады деп. Сол атамыздың баяғыда айтып кеткен сөзі, қанатты сөздерінің бірі. Ал енді мынау ыбырай тұсында қазақтың жаңағы артта қалды, айтып өткен ауыр қиын тағдыр біліммен ұштастырылған өркениет келе бастады. Сол кезде қазақ халқы мынандай жақсы үйлерге көше бастады. Ағаштан, кірпіштен, тастан салынған отырықшылыққа айналуы ыбырай тұсында болды. Міне осының барлығына негіз білім болды. Сондықтан бұл жерде үлкен ыбырайдың құбылыс ретінде қазақ халқына үлкен өзгеріс әкелуі, үлкен құбылыс болып келуі осы композицияда осылай мазмұндалады. Әрине, ол кісінің өзінде несі бар ғой, өлеңі. Иә. Бір құдайға сыйынып, кел балалар оқылық, оқығанды көңілге ықыласпен тоқылық дейді. Оқысаңыз балалар, шамнан шырақ жағылар, іздегенің алдыңнан тілемей ақ табылар дейді. Сонда нені біз оқысақ, білімді болсақ, нені тілейміз, нені армандаймыз, нені қалаймыз, нені соның барлық алдымыздан шығады. Міне бұл кісінің осы қазақ халқын өнер білімге шақыруының үлкен бір себепкері болуына, жаңағы халқының тұрмысының жағдайының көріп білді бала күнінен. Одан кейін оқып келгеннен кейін соны жеңілдету үшін, халқының жаңағы арманына орындау үшін бұл кісі бар күш-жігерін аямай өзінің бүкіл өмірін, ғұмырын сарп етті қазақ халқының жақсы болып өмір сүру үшін. Бұл кісіге 150 жыл болса, 2021 жылы 180 жыл болды. Сондықтан 180 жылдық тойына орай Қазақстан Республикасының суретшілерінің салған суреті. Енді мен бұл суреттерде мына біліммен ғана ұштастырмаймыз біз ыбырайды. Біліммен ғана, білім саласында ғана қарамаймыз. Бұл кісіні біз қоғамның әр саласының ең алғашқы негізін салушы, бастау деп білеміз. Өйткені бұл суреттердің өзінде білім жаңағы әкелуші педагогты ғана көрмейміз, басқа да балалардың жанындағы міне көріп тұрмыз, балалардың өнерсе. Мына жерде міне керемет дала, торғай даласы, ақсақалдармен кеңес деп атылып тұр. Сонда бұл кісі жаңағы мектептер салу үшін де үлкен ақсақалдармен кеңесе білген. Қай жерде мектеп салуға болады, оны қалай салуға болады, және халқы көп шоғырланған жерлерде салу. Бүкіл кеңесті де сол ақсақалдармен кеңесу арқылы жаңағы кеңесіп бастаған іс келте болмайды деп ұштастырып отырған. Ал енді бұл жаңағы қазақ жеріне жарық шам болып білімді әкелу жайында сурет, балалар топтастырылған. Енді кейін мазмұнын өзіңіз қарап түсініп аларсыз. Басқа мазмұнда да қарауға болады суреттеріне. Оқыған Орынбордағы мектеп. Бұл күні бүгінге дейін Советская 7 көшесінде тұр Орынборда. Бұл қазақ балалары үшін ашылған тұңғыш мектеп. Ал енді осы мектепке оның атасы Балғожа би кандидат етіп 1846 жылы 5 наурызда тіркеп қояды. Бірақ мектеп 4 жылдан кейін 1850 жылы ашылады. Көрдіңіз бе? Осы мектеп осы
тілмәш қылып дайындау және хатшы қылып дайындау мектебі болатын. Осы мектепке 30 баланың бірі болып 1857 жылы Ыбырай Алтынсарин 9 жасында түседі. Көрдіңіз бе? 58 жылы осы мектепті өте үздік деген бағамен аяқтайды. Ол күнде мына жерде Ибрахим Алтынсарин төбесінде келіп қарасаңыз, Ибрахим Алтынсарин барлық пәндерден үздік деген бағамен бітіреді. Достар, егер де мені анықтап қарайтын болсақ, міне орыс тілінде жазылған, бірақ барлық пәннен Ыбырай атамыз бестік баға, алтын медальмен тәмамдайды осы мектепті. 1857 жылы бітіреді осы мектепті, 7 жыл оқиды. 58 жылы бұл кісіге заурят Харунжин атағы береді, лейтенант атағы. 1863 жылы бұл кісіге майор атағын береді. 1889 жылы бұл кісіге генерал атағын береді патшалық Россия үкіметі. Өйткені бұл кісіге бұндай атақ дәрежелер неге беріледі? Әрине бұл кісі еліміздің жаңағы қазақ елінің білім ошақтарын салады. Білім ошақтарын сала жүріп, бұл кісі екі жақты қатынаста болады. Өйткені осы білім ошақтарын салу үшін Орыс империясының жаңағы рұқсат қағаздары керек болды. Сол уақытта бұл кісі өзін өте жоғары деңгейде көреген адам болған ғой. Көреген адам, дипломатия, соны айтайық, өте жоғары деңгейде өзін ұстай біліп, сондай ұстанымы мықты болып, екі жақты елдің арасында жаңағы достық, көпір, ынтымақтасты орнатушы ұлы ұстаз, ең алғашқы. Мысалы, біз қазір айтып ататша, бізде енді тұңғыш дипломат деп бұл кісіні айтуға болады. Енді бұл кісіні жаңағы орыс мектебін ашты, орысша оқытты деген бір қисынсыз әңгімелер бар. Бірақ ол орыс мектебі таза орыс мектебі емес, орыс переселенцелер бар ғой, қоныстанушылар. Солардың да балаларын оқыту үшін мектептер керек болды. Соның ішінде қазіргі уақытта да бар ғой, аралас мектептер. Сол сияқты 2 класстық орыс қазақ мектебі дейді. Сондықтан бұл жерде тек қана орыстарға арналған мектеп емес, қазақ балаларын орысша оқытатын да мектеп емес, аралас, жаңа қазақ балалары қазақшасын оқыған, орыс балалары қоныстанушылары орыс тілінде оқыған. Ал енді алғашқы уақытта оны мойындауымыз керек, жаңағы оқу құралдары болмағандықтан пәндер орыс тілінде жүргізген. Өйткені жалғыз Ыбырай Алтынсариннің бүкіл ашқан мектепте қазақ мұғалім болып анда-мында жүре бермейді. Сондықтан Қазан университетінен Орынбор педагогикалық училищені бітіріп келген басқа ұлт өкілдері де сол Ыбырай ашқан мектептерге мұғалім болып, жаңағы орыс тілінде сабақ бергені рас. Оны біз мойындаймыз. Ал бірақ Ыбырайдың арманы да, мақсаты да осы елінде мектеп ашып, сол балалар, жас шәкірттерді оқыту болды, білім беру болды, сауатты қылу болды. Сол мектептен тек қана балаларды емес, жаңағы мектеп ішіндегі кітапхана ісін де ең алғаш жолға қойып, үлкендер сауатын ашу мақсатында үлкендерге де жаңағы газет журналдарды өзінің қаражатына жаздыртып алып отырған. Бұл бір. Қазір ол жайында тоқталамыз. Енді қараңыз, Орынборға барғанда, Орынбор қаласының жас бала Ыбырай 9 жаста. Сонда мұсылман жаңағы мешіттері болған. Бұл мешіттер бізде қашан пайда болды? Егемендік алғанда пайда болды. Ал 1850 жыл Орынборға барғанда осындай мешіт болған. Сол осы мешіттерге бұларды жұма сайын демалыс қылып, осы Магометанский законы дейтін жерде. Міне қараңыз, қандай пәндер оқыған. Магометанские законы. Көрдіңіз бе? Русский язык, титульный советник, канцеляр, нелер, хатшылық, татар тілін оқытқан. Және жұма күндері бұларға Магометанский законы, мұсылман жаңағы оқуларын оқытқан. Оған Ахун Оренбургский мечети Мусин деген кісі сабақ берген. Көрдіңіз бе? Жұма сайын бұл балалар осы мешітке барып, жаңағы өздері намаздарын үйреніп, намаз оқып, Құран оқып, Құрандарын үйреткен. Және сол кездегі америкалық қонақ үй, кітапхана
Орынбор қаласының тас көшесі көрсетілген, иә. Ал енді осындай өркениетті көрген, ғылым мен мәдениетті көрген, үлкен кітапханаларға барып оқып білім алған Ыбырай Алтынсарин нені армандайды? Әрине біздің елде де осындай қалалар болса екен, біздің елде осындай жетістіктерге жетіп үлкен жақсы үйлерде тұрса екен, осындай қала пайда болса екен, ол үшін не керек? Әрине мектеп керек, білім керек. Сондықтан ол кісі мектеп салу ісін қолға алуды бастайды. Әрине ол оңайға түспейді. Бұл жерде тағы бір айта кететін, Ыбырайдың жаңағы атасы Балғожа бидің әйгілі өлеңі, үміт еткен көзімнің нұры балам, жанына жәрдем берсін хақта қалам, атам мұнда ананмен есен аман сүйіп сәлем жазады бүгін саған дейді. Оқуды білсең, өнерді білсең, оқуды білсең мені асырарсың дейді, надан боп білмей қалсаң асырарсың дейді. Және екі жаңағы ауыл балаларынан екі ауылдың ортасында тентіреп жай жүрген жазады, иә. Міне бұны елін жерін сағынғанда Ыбырай оқыған және өзінің алғашқы кітабында Қырғыз хрестоматиясында бұны жариялаған өлеңді. Құрметті достар, қарап отырсаңыздар, қазір осы Ыбырай атамыздың өнерге, білімге құштарлығын, сонымен қатар жалпы қазақ халқының руханиятына, оқу ағарту саласына деген мынау жүрегімен, өзінің ниетімен қалаған дүниесін бізге қазір апайымыз сондай жүрекпен жеткізіп айтып тұр. Бұл жақтан да біз көптеген мәліметтер алдық деп ойлаймыз. Қазіргі мынау интеллигентті қазіргі таңдағы біздің замандастарымыз көп жағдайда ойлайды, бізге қазір батыстан келіп жатыр, мынау білім ғылымның бәрі жақсы дүние деп. Ал мына суреттердің өзі, біздің алдымыздағы мынау мәліметтердің өзі сол заманның өзінде осыдан 2-3 ғасыр бұрын өркениеттің, мәдениеттің одан да алдыға қарай жылжып кетеді ғой, одан әріге барады. Сол белгісі бар екен, міне айқындап айшықтап тұр. 1860 жылы бұл кісі Қостанайда емес, туған жері Торғайға барып мектеп ашуды ұйымдастырады. Неге? Өйткені Торғай ол кезде уезд деп саналады, облыс орталығы, халқы көп шоғырланған жер. Сондықтан осы Торғайға барып мұғалім болып тағайындалады. Әрине мектеп жоқ, ол Торғай жерінде құрылыс материалы жоқ, теп-тегіс дала, не ағаш жоқ, не тас жоқ. Осы мектепті салу үшін қаншама құрылыс керек болды. Әлақанжай би болыстардан, жаңағы Орынбор шекаралық комиссиясының төрағасына қайта-қайта хат жазып, мектептің ішіне керек құрал жабдықтар, жаңағы оқу құралдары, мектептегі жиһаздар, соның барлығын ұйымдастырып, бұл кісі осы мектепке ашқан кезде кіргізеді. Әрине бұл мектепті салу оңайға түспейді, 4 жыл уақыт салынады. 1860 жыл басталып, 64 жылы тұңғыш рет қазақ даласында ашылған мектеп. Міне сол мектептің фотосуреті және макет. Бұл мектеп қазір Жангелді ауданы, Торғай облысындағы Жангелді ауданында Ыбырай Алтынсарин мемориалдық музейі болып қалыптасқан. Ал енді өзінің Ыбырайдың досы Ильинскийге жазған хаты бар ғой, менің көптен күткен арманым орындалды дейді. Бүгін қазақ даласында ұлы той дейді. Ол мектептің ашылуына арналып атқан той дейді. Оған 14 бала келіп кірді дейді. Мен оларды аш қасқырдай оқытуға тап бердім. Олар да менің айызымды қандырғандай дейді. Көрдіңіз бе? Қазақ балалары дейді, қараңызшы кереметті. 3 айдың ішінде дейді, оқуды, жазуды, есеп шығаруды үйреніп алды дейді. Қазақ балалары алғыр дейді, зерек дейді, оқуға ынталы дейді. Олар әрқашан әке-шешелеріне қолқабыс істеуге дайын тұрады, еңбекқор дейді. Осыны мақтанышпен жазып тұрған досы Ильинскийге. Көрдіңіз бе? Қандай сүйіспеншілік өзінің туған халқына деген, қандай ана туған халқының балаларын көтермелеп, сондай бір ризашылықпен жазып тұр, иә. Бұл бір жағынан біздің Ыбырай атамыздың өзінің әдіс тәсілдерінің де сондай жүйелі ұйымдастырылғанынан шығар. Себебі қазір мысалы ғылым мен техниканың дамып кеткен шағында балаларға 3 айдың ішінде жазу, сызу, оқуды үйрету ол өте үлкен шаруа. Дұрыс айтасыз. Міне сондықтан осы және ең алғашқы экзамен қабылдайды, имтихан. Сонда имтихан қабылдағанда осы Торғай уезінің начальнигі Яков Петрович және Торғай уезінің сол коменданты, есімін ұмытып қалдым, және Ыбырай Алтынсарин осы балалардан имтихан алады ғой. Сонда имтихан алғанда да жаңағы
балалар қандай пәнге жақын соны не бағытта соларға арнайы сыйлықтар берген. Мысалы бір бала өсімдіктер биология пәнінен жақсы болса, табиғаттану дейді ғой ол кезде, соған байланысты жаңағы түрлі түсті суреттер бояп шығаратын гүл өсімдіктердің нелерін берген аппликацияларында. Ал енді мынау кейбір балалар табиғатпен тек қана өсімдіктер ғана емес қой, сонымен қатар мал шаруашылығы бәрі жатады ғой. Сондықтан мынау нелерді жақсы көретін, жануарларды жақсы көретін балаларға жануарлардың түрлі түсті жаңағы қиындыларын беріп бояуларын да берген. Қазіргі уақыттағы жаңағы краска дей ма, оларды сондай ғой. Міне осындай сый сияпат беріп, олардан тұңғыш рет экзамен алып, сондай ынталандырып отырған. Қазіргі бізде енді ынталандырудың орнына кейде 3 алған балаға қайта 3 алып, 3 қойып, оны желкесінен желкелеп төмендете береді. Анда-санда бір 4 қой, 5 қой. Сосын бала үйге көнікті болып келеді. Мама, мен бүгін 4 алдым, 5 алдым деп ана оқиды. Ал қайта 3 қоя берсінші, 2 қоя берсінші, ол бала оқымайды. Достар, бәріміздің әріптестеріміздің құлақтарын алтын сырға, оқушының шамшырағын жағу да, оны сөндіріп алу да мұғалімнің қолында екен. Енді апайымыз бізге қазір 3-ке оққан баланы төпелей бермей, ынталандырып, ары қарай соның жарығын жағатын болсаңыздар, үлкен сәулесін көресіздер деп тұрсыз ғой. Жоқ, енді мен оны өзімнің жаңағы немнен аламын да, практикамнан. Мен өзім ұлым бар, мысалы. Кейде бір 4-5 алып келген кезде өзінен өзі, мен сабақ оқимын дейді. Көрдіңіз бе? Сана ынталанып, сана бағаның өзіне өзін марқайып көтеріп, оқу керек екен, білу керек екен деп жаңағы тырысады сонда бала. Көрдіңіз бе? Қостанайдан шығып келе жатқан Ыбырай Алтынсариндей сол кісінің ізбасары ғой, ұрпағы. Сондай ұрпақтың дүниеге келуіне, сондай ұрпақтың өсіп өнуіне септігін тигізіп жатқан қостанайлық әріптестерге мың алғыс. Ал енді біз ұлы ұстаз ағартушы Ыбырай Алтынсарин атамызды ағарту саласында ғана танымаймыз. Бұл кісіні этнограф ғалым ретінде білеміз. Этнограф ғалым ретінде бұл кісі, қараңызшы, орыстың императорлық географиялық қоғамы журналы бар. Күні бүгінге дейін императорлық деген сөз түсіп қалған, русско-географический журнал деп аталады. Күні бүгінге дейін ол журнал бар. Сол журналға бұл кісі мүше болған. Және қазақ халқының салт дәстүрі, тұрмысы, тілі, діні жайында жазып отырған. Орынбор ведомствосы қазақтарының құда түсу, қыз ұзату салт дәстүрлерінен очерк. Орынбор ведомствосы қазақтарының қайтыс болған адамды жерлеу және ас беру дәстүрлерінен очеркті жариялап, жаңағы біздің де ұлттың өзінің салт дәстүрі бар, діні бар, тілі бар, мәдениеті бар деген негізбен айғақтай отырып, жаңағы очерктерін жариялаған. Сондықтан бұл жерде біз киіз үйдің құрылысын көрсеттік. Бұл жерде біз тек қана осы Ыбырай жайында ғана емес, Наурыз жайында лекция өткіземіз. Мынау табиғи өнімдерді ысырап қылмай, қазақ халқы осы табиғи өнімдерден барлық үйге керек, жаңағы қора-қопсыға керек құрал жабдықтардың барлығын табиғи өнімдерді пайдалана отырып жаңағы жасаған. Ал енді сонымен қатар Ыбырай Алтынсарин кириллица үлгісінде, мынау кириллица дегеніміз орыс алфавиті ғой, сол үлгісінде негізінде қазақ әліппесінің әріптерін құрастырушы. Бірақ енді бұл кісі жалғыз емес, Николай Иванович Ильинский екеуі 1883 жылы осы қазақ әріптерін ойлап тапқан. Аға ұқсатып әні, г әрпіне ұқсатып ғ-ны, к әрпіне ұқсатып қ-ны, у-ға ұқсатып ы-ны, ү-ні, о әрпіне ұқсатып ө-ні ойлап тапқан да біздің атамыз Ыбырай Алтынсарин атамыз. Ал енді өзінің алғашқы педагогикалық қызметін Торғай жерінде бастаған Ыбырай Алтынсарин небәрі 19 жасында, содан кейін 24 жылдан кейін осы туған жері Қостанайға көшіп келеді.
көшіп келгенде дәл осы жерде музей тұрған орында жаңағы 2 класстық орыс қазақ мектебін ашады. Сол мектептің ашылу сәті және Қостанай қаласының сол кездегі мынау музей тұрған орынның көрінісі. Ал енді бұл жерде осы мектеп 2 класстық мектеп ашылған 84 жылы. Ол мектеп жайында тағы айтамын. Және бір бөлігі сол мектепке ұқсастырып салынған, жаңа келе жатқанда қараған боласың сыртынан. Ал мынау қазақтың киіз үйіне ұқсастырып салынған. Енді бұл нені осы музейді салушы да айтып кетейік, Күшіков Қажымұрат деген ағайымыз. Сонда ол кісі де оқыған ғой Ыбырай атамыздың өмір жолын, педагогикалық қызметін. Сондықтан осы жерде мектеп тұрғанын біліп, өзі де көрген шығар мүмкін. 91 жылдары сосын соның бір үлгісін солай салса, бір үлгісін осылай салған себебі бұл кісінің халқына қалтқысыз берілгендігін айғақтағысы келді. Халқының туған тілін, жаңағы мәдениетін, тілін, дінін жақсы білгендігін білген Қажымұрат ағайымызда. Ыбырайды солай танып біліп, осылай киіз үйге ұқсатып салған ғой деп ойлаймын мен енді өзім. Жақсы, рахмет сізге. Ыбырай Алтынсарин атамыз мынау ашқан мектептердің ішінен кітапханаларды ашып отырған. Күні бүгінге дейін мектеп кітапханалары бар ғой. Сондықтан кітапхана ісінде ең алғаш жолға қойған Ыбырай Алтынсарин атамыз. Жаңағы кітапханаларға да кітаптар әкелу, газет, журналдар, үлкендер де келіп сауатын ашсын деген мақсатта. Енді тағы бір бастаудың басында тұрған бұл кісі исламды да қазақшалаған ғой. Мына Құран сүрелерін, негізі Құран сүрелерін неткен қазақшалаған, аудармасын жасаған. Өйткені Орынборда оқығанда бұл кісі жұма сайын жаңағы Орынбордағы мешітте өздері оқыды және Құранды білді, намазды білді бұл кісі. Бұл кісі Орынборға бармай тұрып 2 жыл жаңағы молда алдын көріп медресе оқыған. Сондықтан бұл жерде Құран сүрелері ғана емес, Мекке Мәдинаға бару ережесі, адам баласы туғаннан бастап, фәни дүниеге келгеннен бастап, бақилық болғанға дейін қандай жағдайда өзін ұстау керек, ұстау ережесі, тәртібі бар. Және амал, ислам амалдары, және бітір, садақа беру, зекет, сондай жайында қысқаша мәліметтер бар. Кітап бұл Қазан университетінің баспаханасында 1884 жыл шыққан. Ал енді осы музейдағы ең құнды жәдігердің бірі бұл отбасы қолданған төсекқап. Бұл жерде Ыбырай Алтынсарин атамыздың қолының ізі, табы дейді, көзінің нұры қалған. Сондықтан бұл ең құнды жәдігер. Отбасы қолданған. Бұны өзінің жары Айғаныз өзінің сіңлісі Рәзияға берген. Рәзия өзінің қызы Гүлсанаға берген. Гүлсана Тастемирова деген Шымкент облысының Ленгір қаласынан осы музей ашылды дегенді естіп, Ыбырайдың үйіндегі болған зат деп осыны почта арқылы жіберген кісі. Керемет. Ал енді ұрпақтар сабақтастығы сақтала отырып, осы мұражайға жәдігер ретінде жетіп отыр ғой. Ал енді Ыбырайдың ата жұрты да, нағашы жұрты да жай кісілер емес. Жаңа айттым, Балғожа би қазіргі облыс әкімдерімен кеңестіруге болады. Ал енді нағашы жұрты Шақшақ Жәнібек деген бар, сол батыр, сол кісінің ұрпақтары Шеген би деген. Шеген бидің қызын Ыбырайдың әкесі Алтынсары Әйменді алады. Шеген бидің қызы Әйменді. Сондықтан бұл кісінің нағашы жұрты да би болған, жаңағы Торғай жерінде өте беделді адамның бірі болған. Сол Шеген бидің бір баласы ұстаған келісабы тұр. Бек Кемісбай. Шеген бидің баласы Бек Кемісбай. Ал енді Ыбырай Алтынсарин атамыз тек қана жалпы білім беретін мектептер ғана ашып қана қойған жоқ. Сонымен қатар қолөнер училищелерін, жаңағы кәсіптік техникалық мәні бар училищелер ашты. Оның бірі тұңғышы 1883 жыл Торғайда ашылған. Ол мектепке Яковлев атын берген. Торғай уезінің бастығын, өйткені осы мектептің ашылуына көп
септігін көмегін тигізген. Бұл жерде сол диараманы көріп тұрсыз. Және осы жаңағы кәсіптік техникалық училищеде ұсталық құрал саймандар. Енді қазіргідей дүкенде бәрі самсап тұрған жоқ қой. Ол кезде мына ағаштан ыдыс аяқты жасау, аяқ киім тігу, тон тігу, сыртқы киімдер тігу, осы кәсіптік техникалық училищелерде жаңағы табиғи өнімдерді ең бастысы экологиялық таза өнім. Осыларды жасатып үйреткен. Және бұны жақсы бітіргендерді Красноуфимск қаласына стипендияларын тағайындатып отырып жіберген. Және бұл мектептердің барлығы жай ғана мектептер емес, интернаттарымен болған комплексті мектептер, барлық жағдай жасалған. Ырғызда тұңғыш қазақ мектебі ашылды, қыз балаларға арналған. Сол қыз балалардың мына жерде Ақтөбе орыс қазақ қыздар училищесінің шәкірттері, Қостанайдағы орыс қазақ училищесінің оқушы қыздары фотосуреттері, және осы училищеде олардың жаңағы қандай тоқу сымы тұр, кілем тоқитын инелі, қайшы, көмір салып жылытатын табан кірмей тұр, үтік тұр, тігін машинкасы тұр экспозицияда. Осы барлығы оқумен ұштастырылып отырған, тек қана қолөнер училищесі ғана емес, сонымен қатар жаңағы еңбек сабақ сияқты ғой, сол сияқты. Ал енді тағы бір құнды жәдігердің бірі, ол атамыздың бір құдайға сыйынып кел балалар оқыңыз күнге классрумда оқық деп аталатын өлеңі. Бұл өлең түпнұсқадан көшірме, және ол кісінің жазу үлгісі, өзі жазған өлең. Қарадыңыз ба? Жоқ, ол жоқ әлі. Бұл 1879 жылы Қырғыз хрестоматиясы бетінде жарияланады. Ал кириллица негізінде әліппені бұл кісі ойлап табады 1883 жылы. Бірақ кириллица үлгісінде қазақша жаңағы оқулықты жаза береді. Көрдіңіз ба? Ал енді 19 ғасыр сыныбы деп аталады. 19 ғасыр сыныбында біз ұлы ұстаздың оқыту сәті, білім беру сәті көрсетілген сыныпта болатын жиһаздарды көріп тұрсыздар. Мынандай жылыту пешін көріп тұрсыз, аспалы шам, есеп жол, тақта, мынау сия салуы, қаламсаптар, осының барлығы үлкен бір қазақ еліндегі жаңағы айтқан өзгеріс, құбылыс дедім ғой. Осының мен жазудың өзі балалар үшін үлкен бір дәреже болды, үлкен қызығушылықты танытты, үлкен бұл жаңағы жауапкершілікті, жаңағы төзімділікті талап етеді. Мынаған мал жемейсің ғой, ақырындап баласы жазғанда да ана сия төкпей шашпай, аса бір ыждахаттылықты қажет етеді, шыдамдылықты қажет етеді. Осының барлығына осындай құрал саймандар болған. Ал енді балаларды оқыту процесімен қатар тәрбие сағаттары, еңбекке баулу сағаттары болып болған. Тәрбие сағаттары дейтініміз мынау балалардың мектептің іші сыртын таза ұстауға, өздерінің өн бойларын жинақ ұстауына, таза ұстауына, жалпы мектептің айналасына жаңағы гүлзарлар егу, ағаш егу, осының барлығы еңбекке баулу мақсатында балаларды жаңағы мектеп айналасына шығарып, ылғи да еңбек сабағында ағаш отырғызу, гүл отырғызу, оларды жинау, оларды күздігіне жапырақтарын жинап, жаңағы айналасын тап-таза қылу, осы процестердің барлығы сол кезеңнен, ыбырай кезеңінен басталған. Қазіргі мектептегі кезекшіліктер, қазір балаға біздің оқушыларға айтшы, менің ол құзыретіме кірмейді деп айтады. Жина, сыныпты, жуында техничка бар, техничка жинайды дейді. Және оқушылардың мынау партада отырған Ыбырай атамыздың шәкірттерінің қай-қайсысына қарамасақ та, бәрінің назары тек қана тақтада және ұстазында отыр. Соның өзін қалай мынау экспонатты жасаған кісілердің өзі, бізде мүсіндеген кісілер қалай соның бәрін тура бере алған. Және осы жерде тұрып қана бұны сезіну керек шығар. Себебі дәл мынау дәріс сыныптары қазір осылай көз алдына қайтып келсе, расында да оқып керемет дүние. Мына партаның өзін қара. Енді мынау
қазіргі парталар былай түзу ғой. Біз осындай партада оқыдық. Мынандай парталар жақсы. Мына кітабымды де оқығанда көзге көру, және мынау қаламсап қоятын жері, мына жерлерде оларда бізде оқығанда мына жерде сөмке қоятындарымыз да болады астында. Бұл енді кіші бастауыш сыныптарға жасалынған, көрдіңіз бе? Мына жерде кіретін жері де шағын, парталар да шағын. Ал қойған сайын парталар қойған, соның барлығы бұл енді. Және қаламсауытты көріп тұрсыз, Құран кітабын көріп тұрсыз, күрсені көріп тұрсыз, және Ыбырай Алтынсарин шежіресі. Қыпшақ, ұзын алтыбас, күлеки, тіней, құндыз, көбек, тастемір, жаңбыршы деген аталарынан тараған. Жаңбыршыдан Балғожа туады, міне Балғожадан Алтынсары туады және Қошан туады, көрдіңіз ба? Қошаннан Нұғман туады, Нұғманнан Кәкімжан туады, Кәкімжаннан Мәриям. Қалып өсетіп жатқан ешкім жоқ. Дәл осы Қостанайға көшіп келгенде, дәл осы жерде салынған екі класстық орыс қазақ мектебі 1884 жылғы. Бұл мектептің кеше ғана 140 жылдығын атап өттік. Міне бұл мектеп 1967 жылға дейін осы жерде тұрады. Совет дәуіріне дейін. Әлі күнге дейін тұратын еді. Бірақ қаланың көркін бұзып тұр, анау мынау деп, облыс мәслихаты бұзған. Және бұның орнына Ыбырай Алтынсарин атындағы мектеп-интернат ашылды. Міне бұл мектеп сол 67 жыл салынған. Бізбен көршілес, жапсарлас болып тұр. Сол мектептің жаңағы макеті және осы мектеп оқушыларымен түскен ұлт ұстазының фотосуреті, өмірінің соңында, соңғы айларында түскен фотосуреті. Ал енді Қостанай қаласының дәл орталығында ұлт жанашыры, ұстаз, қазақ жерінде тұңғыш мектеп ашып, қазақ жерінде тұңғыш жаңағы білімді әкелуші Ыбырай Алтынсарин атамыздың музейінің екінші қабатында тұрмыз. 1884 жылы мен жаңа айттым, Торғайдан көшіп келген, туған жеріне көшіп келген Ыбырай Алтынсарин Тобыл өзенінің оң жағалауында қазір мәңгілікке тыныстап жатқан өзінің несі бар, жерленген жері бар. Сол жерленген орнынан алыс емес үй салады. Сол үйде осындай 11 бөлмелі үйде Европа үлгісінде кабинеті болған. Осы кабинет осындай болдау деген шамамен қойылған. Дәл Ыбырайдың үйінде осындай болдау деген шамамен. Ары қарай жүріңіз. Ыбырай Алтынсариннің әкімшілік қызметі және бұл кісіге берілген орден медальдар. Бұл кісі жаңа Торғайда педагогикалық қызметін бастағанда ұстаз ғана болып қана қоймайды, судьялық қызмет атқарады, тілмәштік қызмет атқарады, аудармашылықта, хатшылық қызмет атқарады. Сондықтан бұл кісіге патшалық Ыбырай Алтынсарин төс белгісі Қазақстан Республикасы Ғылым және Білім Министрлігінің 2007 жылы 20 қарашадағы 373 бұйрығы бойынша Қазақстан педагог ағартушысы, жазушы, фольклорист Ыбырай Алтынсарин есте қалдыру мақсатында Ыбырай Алтынсарин төс белгісі бекітілді. Осы бекітілген ережесі бар. Осы ереже бойынша сапалы білім, саналы ұрпақ тәрбиелеген Қостанай облысының бірқатар оқытушы ұстаздарға берілген медаль иегерлерінің фотосуреттері көрсетілген. Бұл жерде Ыбырай Алтынсариннің қызыл бөренелі, қызыл шатырлы 11 бөлмелі үйі және ол кісінің отбасы және өмірінің соңғы жылдары деп аталған экспозиция. Ыбырайдың жары Айғаныс, балалары Абдулла, Абдрахман. Бұл жерде Шәрипа көрсетілмеген, мына қыз бала Ыбырайдың інісі Оспанның қызы Зылиқа. Ал енді жаңағы өзінің үйінің фотосуреті және осы үйден алыс емес аумақта бұл кісінің бұл кісілердің ата қорымы болған. Зираты осы Тобыл өзенінің арғы жағалауында. Сол арғы жағалауда осы үйден алыс емес аумақта Ыбырай 48 жасында қайтыс болып жерленеді. 1889 жылы 17 шілдеде бұл кісі осы бақи өмірден, фәни өмірден бақи өмірге өтеді. Сол орында осындай
мавзолей ашылған. Бұл мавзолей 1991 жылы 150 жылдыққа орай қызыл кірпіштен салынған, бірақ әлгі рухани жаңғыру аясында 2017 жылы қайта көтеріліп, қайта дұрысталып, осындай қазір ақ кейіпте Атырау жаңағы теңізінен алынған ақ тастардан қаланған, несінен балшығынан қаланған. Ал енді бұл жерде Шеген би, Мұсаулы жаңағы Ыбырайдың нағашы атасы, Балғожа би Жаңбыршұлы Ыбырайдың өз атасы, Бірімжан Қорғанбек Бірімжанұлы жаңағы мынау Шеген бидің баласы Қорғанбек алғашқы Ыбырайдың шәкірті. Және Ыбырай Алтынсарин қайтыс болғанда осы жергілікті Мұхамеджан Қарабайұлы деген алғашқы қазақтың дәрігері. Лечасы да, біз осы музейдің ашылуына келесі жылы 92 жылы келеді, 91 жылы келе алмады бұл кісі белгілі себептермен. Сол мектеп оқушылары. Экспозиция Ыбырай Алтынсариннің немересі Нағима Ыбыраева жайында. Нағима Ыбыраеваның әкесі Абдулла, ол Ыбырайдың ұлы, жалғыз ұлы. Енді бұл кісілер бай тұқымы ретінде 1928 жылы Қырғызстанға жер аударылады. Қырғызстанның Тоқмақ деген қаласында тұрады. Бірақ кейін Ыбырайдың ұлы Абдулла 34 жылы қайтыс болып, сол Қордайға келген ау деймін шамасы. 34 жылдар. Сонда Қордайда жерленеді. Бірақ жерленген жері туралы еш жерде мәлімет жоқ. Ең болмаса анықтама қағаз. Қайтыс болды, осындай жерде, осындай ауылда жерленді деген бір не керек, мәселе, бір ұшқын керек. Сол нені таба алмай жүрмін. Өйткені бұл кісінің енді Ыбырайдың жалғыз ұрпағы ғой, басына ең болмағанда осы жерде қайтыс болды деген жазуы бар, бір белгі қойсақ деген, тапсақ екен деген үміт қой менікі. Өйткені жалғыз Ыбырайдың тұяғын қайда жатқанын, қандай жерде жатқанын білмейміз. Сондықтан сіздерге осы аманат. Жақсы, аманатыңызды, тапсырмаңызды орындаймыз. Алла қаласа, осы Жамбыл жеріне барғаннан кейін дәл осы ақпараттарды зерделеп, ол кісінің жерленген жерін, тақтайша болмаса мәліметтерін, анықтамаларын анықтауға тырысамыз. Енді Нағима Ыбыраева апайымыз неге айтпады деген сұрақ туындауы мүмкін. Ол қалай білмейді өзінің әкесінің қайда жатқанын деген. Бұл кісі енді Қордайда деп айтты. Одан кейін бізде менің алдымда істеген қызметкерлер оған мән бере қоймағанша, бірақ мен бір маза бермейді. Неге біз осы Ыбырайдың жалғыз ұлы туралы бір мәлімет ең болмағанда сол қай қорымда жатыр. Өте орынды деп ойлаймын. Енді бұл кісі де сол Қордайда деп қана айтып кеткен. Енді бұл кісінің қызы Жұмагүл апай қазір Шу станциясында тұрады. Бұл кісінің қызы енді 80-ге таман жақындап қой, 80 шамасында. Ол кісі де білмейді, бұл кісі айтады. Қадірлі достар, құрметті оқырмандар, бүгін Ыбырай Алтынсарин атындағы атамызға арналған мұражайдың барлық ақпараттарымен қанық еткен музей қызметкері Шынар Сұлтанқызына үлкен алғысымды білдіргім келеді. Осы тілек дәптеріне сіздерге өз ниетімді, тілегімді жазып қалдырдым. Ұлтқа ұстан, елге тұтқа болған ұлт зиялысы, ағартушы Ыбырай Алтынсарин туралы мол ақпараттарға қанық еткеніңізге музей ұжымына сізге алғысымды білдірем. Ұлт руханияты үшін атқарар еңбектеріңіз еселі болсын. Әрдайым абырой биігінен көрініп, осы Ыбырай атамыздың ізін жалғайтын ұрпақтар көптеп келіп, солардың таным көкжиегін кеңейте беріңіз. Сізге алғысым шексіз, апай. Айтқан келсін, әрқашан дайынбыз осы Ыбырай Алтынсарин атамызды насихаттауға.